Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Құралай. Осы жаз мезгілін басталғаннан біздің үйде банкі жабудың сезоны басталады. Тек қана менің ғана үйімде емес, барлық өңірлерде солай деп ойлаймын. Достар, менің арнама тіркеліп, менің кереметтей видеоларымды соңына дейін тамашалап өтулеріңізді сұраймын. Сіздермен бар білгенімді бөлісіп отырамын. Осындай керемет менің сұлу шиелерімнен тосап дайындап шығатын боламыз. Есіктің алдында өсіп тұрған бау-бақшадан осындай шиені теріп алдық. Келісі 7-6 килограммды береді. 2 қайтара жуып алдым. Сразу қайнататын ыдысқа салып, шиенің бір бөлігін осылай төсемелеп, үстінен 1,5 келі шекерімді төсеп шықтым. Осылай рет-ретімен шие, шекер осылай төсемелеп шығамыз. Үстінен құм шекерімізді сеуіп, мен кешкі уақытта бастаған соң сол таңғы уақытқа дейін қалдырдым. Өйткені шие мен шекер өздерінің бір-бірінің сіңісіп бір-біріне соқтарын беріп, шырынын шығарады. Таңғы уақытқа дейін таңертең ерте тұрып, осылай шиемді қарадым, бетіне кішкене соқтары шығыпты. 0,5, яғни жарты литрдей ыстық суды құйдым, дағыны отқа қойдым. Осылай көбігі шығады, көбігін алып тазалап аласыздар. Астын пәс қойып, оттықты осылай екінші қайтара тағы да қайнатасыздар. Түсі де өзгереді, өте әдемі болып, қою осылай күрең қып-қызыл түс береді. Ең оңай тәсілі осылай қайнатып алған. Және банкілерімді алдын ала жуып, күннің қызуында қыздырып қойдым мен. Осылай құйып шығасыздар барлық банкімізге. Достар, сіздерге айта кететінім, бұл шиенің тосабын 1 жылдан артық сақтауға болмайды. Өйткені шие неғұрлым ұзақ тұрса, оның сүйегі адам денсаулығына кері әсер ететіндей арасында сондай зат бар екен. Сондықтан 1 жылдың ішінде бұл тосапты біз жеп қоямыз деген ойдамыз. Өйткені шайға өте дәмді болып кетеді. Жасап көріңіздер достар. Ең оңай тәсілмен жабылатын жолын ұсындым сіздерге. Бұл тосаптың бір ерекшелігі, өзі уақыт өте келе өзінің бойына барлық керек заттың бәрін сіңіріп, әдемі дәмді береді. Баршаңызға ас болсын.